10 сынып физика 3 тоқсанға арналған БЖВ-2. Электр қозғауыш күші белгісі ол бізде Е әріпімен белгіленеді. Формуласы Е тең болады I R плюс R. Келесі электр тоғының жұмысы. Жұмыс бізде А әріпімен белгіленеді. Формуласы А тең болады I UT болады. Келесі бізде қуат. Қуат бізде П әріпімен белгіленеді. П тең болады I көбейтілген U болады. Келесі толық тізбек үшін Ом заңының тұжырымдамасы. Толық тізбек үшін Ом заңы тізбектегі ток күші және ток көзінің электр қозғаушы күшіне тура пропорционал, ал сыртқы және ішкі кедергілерінің қосындысына кері пропорционал болады. Келесі вольтметрге қосылған шам 4 вольт, ал амперметр 2 ампер көрсетсе, ток көзінің ішкі кедергісін есепте, ал электр қозғаушы күші 5 вольтқа тең. Енді бізде жалпы негізі толық тізбек үшін Ом заңы I тең E R плюс R да. Осы жерден біз кішкентай R-ді қорытатын болсақ, ол E бөлінген I минус R болады. Немесе біз мұны былай жасақ болады. Астына I, ал мына жерде E минус I көбейтілген R. Енді көріп отқанымыздай I мен R-дің көбейтіндісі бізде кернеуді береді. Сонда R тең болады E минус U бөлінген I. Біздегі E деп отқанымыз ол 5-ке тең болады, ал U деп отқанымыз 4-ке тең болады, ал I деп отқанымыз 2-ке тең болады. 5-тен 4-ті азайтсақ 1-ді 2-ке бөлсек 0,5 Ом болады. Келесі қозғалтқыштың тарту күші 25 кН және пәгі 90% болатын 10 метр секунд жылдамдықпен бір қалыпты қозғалады. Желідегі кернеу 550 вольт болса, астында трамвайдың пайдалы қуатын анықтаңыз. Жалпы бізде пайдалы қуатты табу үшін біз тарту күшін жылдамдыққа көбейтеміз. Біздегі тарту күші деп отқанымыз 25 көбейту 10-ның 3 дәрежесін мен көбейтемін 10-ға. Бұл деп отқанымыз 25 көбейту 10-ның 4 дәрежесі ватт болады. Келесі В. Трамвайдың толық қуатын анықтаңыз. Бізде трамвайдың толық қуатын анықтау үшін пәктің формасын қолданамыз. Пәктің формасы пайдалы қуатты толық қуатқа бөлеміз, оны 100%-ға көбейткенге тең болатын еді. Сонда біз осы жерден толық қуатты табатын болсақ, ол пайдалы қуат көбейтілген 100% бөлемін оны пәкке. Біздегі пайдалы қуатымыз ол 25 көбейту 10-ның 4 дәрежесі, оны мен 100-ге көбейтем, бөлемін 90-ға. Енді осын есептейміз. Ол менде 27-де 7 көбейту 10-ның 4 дәрежесі ватт болады екен. Толық қуатымыз С. Трамвай электр желіден тұтынатын ток күшін анықтаңыз дейді. Бізде жалпы трамвайдың электр желісінен тұтынатын ток күшін анықтау үшін біз жалпы I тең толық қуатты кернеуге бөлеміз. Біздегі толық қуатымыз 27-де 7 көбейту 10-ның 4 дәрежесін бөлемін мен 550-ге. Енді есептейміз. 503 ампер болады. Келесі Д. Бізде желідегі кедергіні анықтаңыз деген. Кедергі бізде R тең U бөлінген I. Яғни кернеуді ток күшіне бөлеміз. Кернеуіміз бізде 550-ді бөлемін 503-ке. Есептейміз. 1-де 0,9 Ом болады екен. Осымен менің БЖВ талдауым аяқталды. Егер БЖВ талдау ұнаса, каналға тіркел, лайк басып, қоңырау басып қой. Осы БЖВ талдауды достарыңа тарат.